Сәлем, баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай қолжетімді заттардан жасалатын, бір жасағаннан ақ шығатын пончиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пончиктердің басқа пончиктерден айырмашылығы бетіне шоколад емес, ішіне заварной крем қосып дайындайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Бізге бөлме температурасындағы сүт қажет болады. Одан соң бөлме температурасындағы еріген сары май қажет болады. Оның үстіне бір шай қасық ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде апара деп аталады. Апараның осылай ашытқымызды жақсылап салып, бетін ауа өтпейтіндей етіп жабып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 15 минуттың ішінде апарамыз кішкене көтеріліп, осылай дайын болды. Енді бұның үстіне шекерімізді қосамыз. Шекеріміз ергенше жақсылап араластырып, үстіне бір жұмыртқамызды қосамыз. Енді барлық сұйықтығымызды бір келкі болғанша араластырып шығамыз. Бізде осындай сұйықтық дайын болды. Енді бізге електен өткізілген ұн қажет болады. Мен алғашында сұйықтығы мен ұнымды венчикпен араластырып аламын. Маған солай ыңғайлы. Ұнымызды бөліп салған дұрыс, себебі көп салып жіберулеріңіз мүмкін. Сондықтан бірінші иілеп немесе венчикпен араластырып, мөлшерін жұмсақ болғанша қарап алған дұрыс. Менде тестам осындай қамыр күйіне ене бастаған кезінде қалған ұнымды қосып, ары қарай қолмен илеуді жалғастырамын. Қыздар, қамырымызды ұзақ уақыт илеген дұрыс. Сол уақытта біздің пончиктеріміз өте жұмсақ әрі қатып қалмайтын болады. Енді бұны біз 2 немесе 1,5 сағатқа көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін қарасаңыздар, өзі қамыр былайына міне ашып дайын болады. Менде қамырым мысалы, осы қамырым 2 сағаттай тұрып осындай болып ашып шықты. Өте керемет болып көтерілген. Біз енді тегіс жерімізге кішкене ұнымызды себелеп, дайын болған қамырымызды осы тегіс жерге аударып аламыз. Енді біз бұны қолымызбен кішкене пішіндерге келтіріп, бір келкі болғанша илеп жібереміз де, ортасынан 2-ге немесе 4-ге өздеріңізге қалай ыңғайлы жай аласыздар, солай бөліп алсаңыздар болады. Мен мысалы осы қамырымды 2-ге бөліп алдым. Қалған екінші жартысын жақсылап қолмен дөңгелектеп пішінге келтіріп алдым да, бетін жауып, жылы жерге ыдысына салып қойдым. Екінші қамырымды кішкене пішінге келтіріп алдым да, бауырсақтың қамырында етіп жаюға кірістім. Бізде қамырымыз шамамен 4-5 мм-де етіп жайылу керек. Кәдімгі үйде бауырсақты жаясыздар ғой, солай бауырсақтың қамырында етіп жайсаңыздар болады. Міндетті түрде домалақ болып жаюдың керегі жоқ. Қалай жай аласыздар, солай жайсаңыздар болады. Міне осындай, менде айтып тұрмын, шамамен 4 мм-де шықты. Үйде бокалмен, немесе өздеріңіздің осындай кесетін нәрселеріңіз болса, ол мүлдем жақсы. Сондай нәрсемен кесіп дайындап алсаңыздар болады. Негізінде үлкенірек болғаны дұрыс. Мен пончиктерімді осылай домалақтап кесіп алдым. Енді қалған қамырларын алып, шетке қойып, оларды қайттан дөңгелек етіп илеп қойдым. Енді біз дайын болған пончиктердің қамырларын осылай ағаш ыдысқа немесе орамалдың үстіне жайғастырып шығасыздар да, бетін ауа өткізбейтіндей етіп, пищевая пленкамен немесе матамен жауып, 20 минутқа жылы жерге қоясыздар. Менде пончиктерім осылай көтеріліп, үпілдек болып шықты. Енді бұларды қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Майымызға осылай қып-қызыл етіп пісіріп алыңыздар. Пончиктерді негізі осылай қып-қызыл етіп пісіреді. Менде осындай қып-қызыл болып дайын болды пончиктерім. Бауырсаққа ұқсайды десем де болады. Енді қасықпен ортасын осылай жақсылап, мен видеодағыдай көрсеткендей етіп кесіп алыңыздар. Бұның ішіне нутелла, немесе сгущенка, немесе заварной крем қоссаңыздар болады. Маған өзіме заварной крем жақсы үйлесетін сияқты, әрі өзіме солай ұнайды. Осылайынан ішін толтырып құйып аласыздар. Бұның дәмі енді айтайын, ерекше дәмді әрі жұмсақ, ішіндегі начинкасымен өте керемет үйлесіп кетеді.
дәмі де әріндай бауырсақтікіндей емес, дәмі тәттірек, шекері көбірек болған соң дәмді болып шығады. Мен осында барлығының ішіне осы кремімді құйып шықтым. Енді бетіне сахарный пудра сеуіп дастарханға қонақтарыма дәм ретінде ұсына беремін. Жаңа жылда бауырсақтың орнына осыны ерекше етіп, бауырсақтың басқаша түрі ретінде ұсынсаңыздар болады. Сіздерге кесіп көрсетейін. Осындай жұп-жұмсақ әрі дәмді начинкасымен бірге жасалатын пончиктеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен мысалы мына жерде бірінші рет жасап тұрмын. Осының өзінде менде бір жасағаннан-ақ шығып тұр. Сондықтан осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.